Біздің осы өмірдегі ең басты мақсатымыз Аллах тағаланың разылығын алу мен оның бізге уәде берген сыйына қол жеткізу болу керек. Ассаламу алейкум, мен есімім Аяжан, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл YouTube каналда өз-өзіңді дамыту жайлы және исламға байланысты әртүрлі қызықты тақырыптарды көтеретін боламын. Егер сізге мұндай ақпарат қызықты болатын болса, жазылып қойыңыздар, бірге дос болайық. Бүгінгі видео менің жоспарым бойынша сериялар болады. Сол сериялардың ең бірінші бөлімі болып табылады. Бұл видеодағы ақпараттар Яқин институт деген өте танымал ислам мектебінің бастаушысы доктор Имам Омар Сулейманның кітабы Allah Loves деген кітабының негізінде құрылған болып табылады. Allah Loves деген кітап ол Аллахтың жақсы көретін, Аллахқа ұнамды қасиеттер дегенді білдіреді. Бұл кітап маған өте қатты ұнады және жүрегіме жетті. Имам Омар Сулейман өте білімді және ислам туралы көптеген подкасттар, көптеген уағыздар жүргізеді. Мен ол кісінің хутбаларын өте жақсы көріп тыңдаймын және ол ислам туралы бірнеше кітаптар жазған. Бұл кітап ең танымал кітаптарының бірі, яғни бұл кітаптағы Аллахтың жақсы көретін біздегі қасиеттеріміз туралы айтатын болады және Аллахтың разылығы үшін және сіздерге де жүректеріңізге жеткізу үшін мен бұл осы алған біліммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Иншалла, бұл сериялар бірнеше бөлімдерге бөлінетін болады, себебі Аллахқа ұнамды қасиеттер өте көп және бүгінгі бөлімде мен 3 қасиетіне тоқталып кететін боламын. Бисмилля, бастайық. Аллах тағаланың махаббатына елену үшін және біздің сол мақсатымыз болса, сол махаббатына елену үшін барлық нәрсені істеп және оны сол махаббаттың қалпында, махаббаттың деңгейінде кездестіру, жолығу осы біздің мақсатымыз болу керек. Және осында егер мақсатпен өмір сүретін болсақ, ол сүйіспеншіліктің ең жоғары деңгейі. Бұл кітапта осы әртүрлі қандай қасиеттерге ие болуымыз, қандай әрекеттер жасауымыз Аллах тағалаға өте ұнамды екенін айтып көрсетеді және сол Аллах тағаланың сүйіспеншілігіне ие болу үшін және Аллахтың ең сүйікті құлдарының бірі болу үшін осы қасиеттерді еленуіміз керек. Ең бірінші Аллахқа ұнамды қасиеттердің бірі ол тақуалық. Яғни Құранда Бақара сүресі былай басталады. Алиф, лам, мим, міне осы кітапта күдік жоқ, тақуалар үшін тура жол көрсетуші. Бұл жерде біз бірінші киелі деген сөздің мағынасын ашып алуымыз керек та, яғни святой, divine деген сөзді. Яғни Аллах тағала бізді бостан босқа жаратқан жоқ. Ол бізді жек көру үшін жаратқан жоқ. Ол бізді жақсы көру үшін жаратты. Ол бізді жеңілу үшін жаратқан жоқ. Керісінше ол бізді табысты болу үшін жаратты. Ол бізді тозақта өртену үшін жаратқан жоқ. Оның мақсаты бізді жәннатқа орналастыру. Аллах тағала бізге барлық мүмкіндіктерді берді, оның сол уәде берген сыйына ие болуымыз үшін барлық мүмкіндіктерді бізге беріп қойды. Бірақ мұнда бір сұрақ пайда болады да, тақуа деген не? Тақуа деген ол жақсы көру ма, немесе қорқу деген сөз ба? Яғни ол жақсы көру сезімінен пайда бола ма, немесе қорқыныштың негізінде пайда бола ма? Ибн Әл-Қайим былай айтқан екен, яғни сен бір нәрседен қорыққан кезде сен одан қашасың дейді. Бірақ сен Аллах тағаладан қорыққан кезде керісінше сен Аллах тағалаға қарай жүгіресің деп айтқан екен. Өте әдемі айтқан. Мысалы, тақуалықтың өте бір жақсы белгісі ретінде Рамазан айындағы біздің әрекеттерімізді мысалға келтіруге болады. Біз Рамазан айында Аллах тағаланың сүйіспеншілігіне ие болу үшін, ешқандай қателіктер жасамас үшін, оған ұнамсыз нәрселерді жасамас үшін қатты тырысатын боламыз. Яғни тақуа боламыз, барлық қосымша исламдағы әрекеттерді жасаймыз. Садақа көп береміз, ораза ұстаймыз, қосымша намаздар оқимыз деген сияқты. Бұл тақуалықтың белгісі. Біз Аллах тағаланың разылығын алу үшін барлығын жасап жатырмыз ба? Және біздің әрекеттеріміз сол Аллах тағалаға ұнамды әрекеттер ме? Имам Аль-Ғазали былай айтып кеткен күнә туралы, яғни сен күнә жасаған кезде ең қорқынышты нәрсе сен сол күнәнің арқасында келетін жаза емес, яғни сен жазалануын емес дейді. Сен күнә жасағаннан кейінгі ең қорқынышты нәрсе ол Аллах тағаламен сенің арандағы арақашықтық, яғни дистанция пайда болады дейді. Яғни сен Аллах тағаладан алыстауын сол өте ең қорқынышты нәрсе күнәнің арқасында болатын деп сөйтіп айтқан екен.
Сонда тақуа дегеніміз Аллахтың разылығын алу үшін әрқашанда біздің тұрақты түрде тырысып жүруіміз және қателескен кезде всегда әрдайым Аллах тағалаға қайта бұрылуымыз. Сонда тақуа деген кезде біз Аллах тағалаға ұнамайтын істерді жасамауға тырысуымыз. Мысалы, біз бір нәрсе, ұнамсыз нәрсені айтайын деп жатқан кезде біздің өз-өзімізді тоқтатуымыз. Мысалы, бізге қарамауға, көруге болмайтын нәрсені көрген кезде біз ары қарай қарамай көзімізді бұруымыз. Және біз Аллаға ұнамсыз бір нәрсені жасамай тұрып, өз-өзіміз тоқтатуымыз. Себебі біз түсінеміз, егер біз осы нәрсені жасасақ, ол бізді Аллах тағаладан алыстататынын түсінуіміз. Осы тақуалықтың бір мысалы. Яғни Аллах тағаланың бізге деген сүйіспеншілігінен, махаббатынан айырылып қалуымыз, біз оны жоғалтып аламыз деп қорқуымыз, ол Аллахқа деген біздің сүйіспеншілігіміздің ең жоғары деңгейі екен. Келесі Аллах тағалаға ұнамды екінші қасиет, ол кешірім сұрау, яғни тәубе ету. Біз тақуа жолында, тақуа болып Аллах тағалаға қарай жүріп бара жатқан тура жолымызда, бізде кейде жолымызда әртүрлі тікендер кездесуі мүмкін, Бірақ біз өз-өзімізді қанша бүйтіп ұстасақ та, біз сол тікендерге тимейміз деп қанша өз-өзіміз ұстасақ та, ол тікендер бәрібір бізге тиеді және біздің терімізді сырып өтеді дегендей. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан екен: Адам алейхиссаламның әр баласы күнә жасаушы деп айтқан екен. Біз барлығымыз жолдан таямыз, бірақ ішіміздегі ең мықтыларымыз қайтадан аяққа тұрып, тура жолға тұрып, Аллах тағалаға қайта бет бұрып қозғалатын адамдар. Мынадай сөз бар екен: қателесетін адамдардың ең мықтылары Аллах тағалаға кешірім сұрап, қайтадан Аллахқа бет бұратын адамдар деп айтқан екен. Мұндағы бір үлкен айырмашылықты түсініп алуымыз керек. Аллах тағала бізді күнә жасау үшін жаратқан жоқ. Аллах тағала біз сол күнә жасағандан кейін, сол күнәдан қалай сабақ алып, тура жолға қалай түсе аламыз, соны түсіну үшін бізді жаратты. Адамның қанында, адамның табиғатында қателік жасау, күнә жасау ол біздің табиғатымызда. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан екен: егер адамдар ешқандай күнә жасамайтын сондай адамдар болатын болса, Аллах тағала өзінің қаласа, ол сол жұртты барлығын жойып жіберіп, қайтадан орнына басқа адамдарды жаратар еді дейді. Яғни басқа күнә жасайтын адамдарды жаратар еді. Және ол күнә жасаған адамдар Аллах тағалаға күнә жасағаннан кейін кешірім сұрап келетіндей ететін еді дейді. Және Аллах тағала оларды кешірер еді дейді. Себебі Аллах тағала кешіруші, ол кешіруді өте жақсы көреді деп айтқан екен. Мысалы, ойлаймыз ғой, біз күнә жасаған кезде біз Аллах тағаланың махаббатынан айырылып қаламыз, бітті, біз изгоймыз деп ойлаймыз. Бірақ шындығына келген кезде, сен күнә жасағаннан кейін, сен қателік жасағаннан кейін шын ниетпен, шын жүрекпен келіп тәубе етіп, Аллах тағаладан кешірім сұрап, және ол жасаған қателігіңді қайтадан қайталамауға тырысамын деп уәде беруін, ол керісінше бізді Аллах тағалаға жақындата түседі екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан екен: біз күнә жасаған кезде, ол біздің жүрегімізде дақ болып пайда болады дейді. Және біз Аллах тағаладан кешірім сұрап тәубе еткен кезде, ол жүрегіміздегі дақ тазартылады екен. Және де мынадай бір керемет нәрсе бар, Аллах тағаладан бізге берген сондай жеңілдігі. Біз жаман күнә жасағаннан кейін, жаман нәрсе жасағаннан кейін, егер біз шын жүрекпен Аллах тағаладан кешірім сұрайтын болсақ, сол үшін өкінетін болсақ, онда біздің сол жаман жасаған нәрсеміз ол жақсы іске айналады екен. Мынадай бір әдемі бір метафора бар, салыстыратын. Адам судың астына түскен кезде, сүңгіген кезде, ол терең сүңгіп, судың астындағы інжулерді жинап, солай судың бетіне шығады деп айтады. Сонда біз жаңа күнә жасаған кезде, біз керісінше Аллахтан алшақтамай, керісінше шын жүрекпен, шын ниетпен сол нәрсе үшін өкініп, Аллах тағаладан қайтадан кешірім сұрасақ, біз сол судың астынан барып, інжу жинап келгендей боламыз. Яғни шынайы кешірім тілеуден сіздің жасаған күнәларыңыз жақсы игі істерге айналады екен. Сонда Аллах тағаладан кешірім тілеу, біз күнә жасағанға дейінгі Аллах тағаламен ара қатынасымызбен салыстырған кезде, біз кешірім тілегеннен кейін, керісінше біз Аллах тағалаға одан сайын жақындай түсеміз, және Аллах тағалаға біз ұнамдырақ боламыз. Себебі Аллах тағаланың жақсы көретін қасиеті ол кешірім тілеу. Және Аллах тағала, білесіздер, өте кешірімді, ол кешірім тілеушілерді, тәубе етушілерді жақсы көреді, және кешіргенді жақсы көреді.
Сол себептен Аллах тағала бізге сондай привилегия берді және бізге күнә жасауға сондай мүмкіндіктер берді. Яғни біздің өзіміздің еркіміз бар, біз өзіміздің басымыз бар, біз күнә жасай аламыз. Мысалы, періштелер олар мінсіз, олар күнә жасай алмайды. Бірақ Аллах тағала бізді осылай жаратты. Егер біз күнә жасап, қайтадан дұрыс жолға түсіп, Аллах тағаладан кешірім сұрап, жақсы істер істейтін болсақ, біз сол мінсіз періштелерден де деңгейіміз жоғары болып көтеріледі екен. Міне Аллах тағала бізді қалай жақсы көреді. Міне қандай привилегия берген бізге Аллах тағала. Біздің жаратушымыз, ол біздің өткен шағымызды, осы шағымызды және келешегімізді жаратты. Аллах тағалаға маңызды емес, біз өткен шақта қандай қателіктер жібердік, қандай күнәлар жасадық, ол Аллах тағалаға маңызды емес. Оның бізден қалайтын нәрсесі сол өткен қателіктерімізден сабақ ала білуіміз. Сонда ол бізге жарқын келешек, жарқын бақытты келешек уәде етеді. Субханаллах. Келесі Аллах тағалаға ұнамды қасиеттердің бірі ол ихсан, яғни біздің қосымша әрекеттер жасауымыз. Тақуа ол біздің ихсанға апаратын ең бірінші қадамдарымыздың бірі. Яғни Аллах тағаланы әрқашанда бізді көріп тұратын барлығын біліп жүру және соның Аллах тағаланың сүйіспеншілігіне ие болу үшін Аллах тағалаға ұнамайтын нәрселерді жасамай жүруіміз, тақуа сол бізді осындай мінсіздікке, яғни артық қосымша әрекеттер жасауға апаратын қадам болып табылады екен. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ихсанды былай сипаттаған екен: сен намаз оқыған кезде сен Аллах тағаланы көріп тұрғандай намаз оқисың дейді. Бірақ сен оны көріп тұрмасаң да, сен білесің, Аллах тағала сені көріп тұр. Яғни ол сені көріп тұрған сияқты намазыңды дұрыс оқисың деп айтқан екен. Тақуа дегеніміз ол біздің әрқашанда Аллахтың назарында жүруімізді біліп жүру. Және Аллах тағала бізді көріп тұрған соң, біз оған намсыз нәрселерді жасамауға тырысуымыз ол тақуа болып саналады. Ал ихсан дегеніміз біз Аллах тағаланың назарында жүргенімізді жақсы көру. Яғни бізді ол көріп тұрғанын біліп, сол үшін оның махаббатын одан сайын деңгейін жоғары деңгейіне ие болу үшін артық қосымша әрекеттерді жасауымыз, жақсы нәрселерді жасауымыз ихсан деңгейі болып саналады екен. Яғни ихсан деңгейіндегі адамдар ол орташа кәдімгі адам сияқты болғысы келмейді. Ол ерекше адам болғысы келеді. Яғни Аллах тағаланың сүйікті құлдарының арасындағы ең сүйікті құлдары деген деңгейге ие болғысы келетін адамдар. Ихсан дегеніміз біз Аллах тағаламен қарым-қатынасымыз қандай және басқа адамдармен қарым-қатынасымыз қандай, соны білдіреді. Біз бізге міндеттелген нәрселерден бөлек қосымша волонтер ретінде өзіміз шын ниетпен тағы да қосымша нәрселерді, қосымша мейірімділік істерін жасауымыз ол ихсанның сипаттамасы екен. Сонда біз ихсан деңгейінде болған кезде біз Аллах тағаланың назарын жақсы көреміз және оның біздің көріп тұрғанын біліп, біз жақсы нәрселерді, көбірек нәрселерді жасағымыз келеді. Аллах тағаланың разылығын біз алғымыз келеді. Және осындай біздің әрекеттеріміз, осындай ниетіміз бізді басқа орташа адамдардан біздің деңгейімізді көтереді екен Аллахтың назарында. Ихсан деңгейіндегі адамдарды басқа адамдармен қарым-қатынастары қандай болатынын түсіндірген кезде, мысалы, мынандай нәрселерді айтуға болады. Ихсан деңгейіндегі адамдар, оларда бәрі жақсы болған кезде де және бәрі жаман болған кезде де олар көп садақа береді дейді. Яғни, егер адамда бәрі жақсы болса, ол бай болса, ол қысылмайды және ол Аллах тағалаға шүкіршілік етіп, Аллах тағаланың разылығы жолында ол көп жұмсайды екен. Яғни, көп садақа береді, көп зекет береді дегендей. Және керісінше, ода еш нәрсе жоқ болған кезде, ол кедей болған кезде, оның ақшасы жоқ, жетпей жүрген кезде де ол Аллах тағала оған барлығын сол нанды барлығын беріп жүргенін түсініп, және Аллах тағаланың жолында, Аллах тағаланың разылығы жолында жұмсаған ақшаларым мені кедей қылдырмайды, керісінше мені байтады деп сондай түсініп, сол жолда сондай ниетпен садақа беретін адам осы ихсан деңгейіндегі адамдар екен. Және келесі ихсан деңгейіндегі адамдар, олар өздерінің ашулары, ызалары келген кезде олар соны жұта біледі. Яғни ашуларын, ызаларын басқа адамдарға шығармайды. Басқа адам қате жасап тұрған болса да, мына адамдікі дұрыс болса да, ол ашуын, агрессиясын шығармайды басқа адамға. Яғни оған ешқандай зиянын тигізбейді. Себебі ол біледі, Аллах тағалаға ол
өте ұнамсыз нәрсе екенін, және ол Аллах тағаланың разылығы үшін ол кешіре біледі басқа адамды, және өзінің ашуын, ызасын, өзінің сондай ауыр эмоцияларын шығармай өзінде ішінде ұстай білетін адамдар ихсан деңгейіндегі адамдар екен. Сен Аллах тағаланың сені кешіргенін қалайсың ғой? Кейде сен Аллах тағаланың кешіріміне лайықты емес сияқты сезінген кезде де Аллах тағала сені кешіреді ғой. Сол сияқты сондай Аллах тағаланың саған деген сүйіспеншілігін, саған деген сондай кешіре білуін түсініп, сен де сол Аллах тағаланың сүйіспеншілігін басқаларға көрсеткің келетіндей, сен де басқаларға сондай көзбен қарауын, ол ихсанның сипаттамасы. Яғни сен де басқа адамдарды кешіре білуін, сен де басқа адамдарды қабылдай білуін, ол Аллах тағаланың бір қасиеттерінің бірін көрсету болып табылады екен. Аллах тағала Құранда рухтың, жанның 3 түрін сипаттап кетеді екен. Ол біріншісі, ол залым жан, залым рух, яғни ол залымдық жасайды, онда залымдық басым болып кеткен, жаман істер жасайтын адам. Және екіншісі, ол тақуаның адамдары, яғни Аллах тағаланың көңілін қалдырмас үшін барлығын жасайтын, өздерін жаман нәрселерден аулақ ұстап жүретін адамдар, тақуаның адамдары. Және үшінші, рухтың, жанның бір түрі, ол ихсан деңгейіндегі адамдарды айтады екен. Яғни олардың жүректерінде тыныштық бар, олар Аллах тағалаға сенеді, және өміріндегі ең қиын жағдайларда да олар Аллах тағаланың разылығын алу үшін жасайтын әрекеттерді таңдайды екен. Аллах тағала бізді осындай тақуа адамдарды болуды нәсіп етсін. Аллах тағала бізді осындай ихсан деңгейіне жетуді нәсіп етсін. Аллах тағала бізді әрқашанда оның разылығын іздейтіндей, оның сүйіспеншілігіне ие болатындай әрекеттерді жасауды нәсіп етсін. Аллах тағала бізді әрқашанда дұрыс шешімдерді, дұрыс таңдауларды қабылдап, және де әрқашанда мейірімділік әрекеттерін жасауды нәсіп етсін. Раббым, Аллах тағала бізді осы өмірде де, келесі өмірде де табысты болуды, оның разылығын алуды нәсіп етсін. Аллах тағала біз қателіктер жіберген кезде біз шын жүрекпен, шын ниетпен соны мойындап, өкініп, Аллах тағаладан кешірім сұрауымызды нәсіп етсін, және дұрыс жолға түсуімізді нәсіп етсін. Аллах тағала сол біз қателіктерімізді көруге біздің көзімізді, жүрегімізді ашсын. Раббым, бізді әрқашанда Аллах тағаланың сүйіспеншілігіне ие болуды мотивация ретінде көретін адамдардың бірі етсін. Әмин. Аллахқа ұнамды қасиеттер серияларының бірінші бөлімінің соңына келдік. Сізге бұл видео пайдалы болған болса, және ұнаған болса, және басқа достарыңызбен бөліскіңіз келсе бөлісіп қойыңыз, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, және де менің де басқа пайдалы видеоларымды көріп кетсеңіз болады. Жазылып қойыңыздар, келесі серияны, келесі бөлімді жіберіп алмаңыз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум. Бай-бай.